Саламатсызбы ма құрметті оқушылар? Рахмет. Ондай болғанда сабағымызды бастауға рұқсат етіңдер. Жалпы көңіл-күйлерің бүгінгі сабаққа дейін қалай? Жақсы, өте тамаша. Ондай болатын болса, енді бүгінгі сабағымызды бастамастан бұрын біз сендермен қазір әрине топқа бөлініп алайық, иә? Яғни енді біз бүгінгі сабағымызда екі топқа бөлінеміз, ғалымдар және зерттеушілер. Яғни жұмыстың басынан бастап, сабақтың басынан бастап, аяғына дейін біз сендермен ғалымдар және зерттеушілер болып жұмыс жасаймыз. Ондай болатын болса, мен сендерді топқа өздерінің оқу құралдарының арқылы топқа бөлініп келіп отыр. Мына жерде мен таңдап алған 8 жағы оқушы бірінші топқа келіп отыра қойыңдар. 4, 5, 6, 7. Мына яқтағы 8 оқушы келіп мына топқа келіп отыра қойыңдар. Мына кімдікі? Мына осы топқа келіп отыра қойыңдар. Мына оқу құралы бар оқушылар, сендер мына оқу құралы, сендер мына топқа келіп отыра қойыңдар. Жақсы, иә? Топқа бөлініп, қолымыздың құрамы өзгерді ме? Қолымыздың құрамы өзгерді. Жақсы. Енді ондай болатын болса, топтағы жұмысты тиімді ұйымдастыру үшін біз әрине топ басшымызды тағайындап алайық. Бірінші топта топ басшы Аяулым, екінші топта топ басшы Азиза. Өте тамаша. Енді барлығымызға белгілі топ басшыны тағайындап алғаннан кейін біздің сыныбымызда алтын ереже деген нәрсе бар, иә? Алтын ереже. Яғни алтын ереже дейміз ол уақытты тиімді пайдалану, есте түсіреміз. Тағы қандай еді алтын ереже? Тыныштық сақтау, одан кейін бірін-бірі тыңдау деген сияқты жаңағы өзіміздің құрастырған алтын ережелер бар. Сол алтын ережені сіздерге сақтауға шақырамын. Ондай болатын болса, ең бірінші сабағымызды бастамастан бұрын, жалпы бүгінгі сабағымыздың не туралы екенін сіздерге мынау картинка сурет арқылы сіздерге ой шақыртқым келіп отыр. Яғни алдарында берген мына сурет, иә? Мына осы сурет. Енді қазір топтарымен жылдам-жылдам ақылдаса отырып, сендер мына сұраққа маған жауап беріңдер. Бірінші, мен нені аңғара алдым? Мына сурет жалпы не туралы деп ойлайсыздар? Және мен нені көре алдым? Мен нені аңғара алдым? Және мен нені көре алдым? Міне осы суретте. Яғни бұл суретте тау берілген, тауда жауынгерлер берілген, иә? Міне осы жауынгерлер, міне осы суретті көре отырып, сендер мына екі сұраққа жауап бере қойыңдар. Жылдам топпен бірге жұмыс жасайық. Яғни мен нені аңғара алдым? Мен нені көре алдым? Бір минутта берейік. Жақсы, бірінші топ дайын сұрақ, мен нені көре алдым, мен нені аңғара алдым. Болмаса, екі топ бір сұрақтың аузында ғана болады. Мен нені көре алдым, сендер нені көре алдыңдар осы негізі? Мен бұл суреттен екі ел арасындағы шайқасты көре алдым. Дұрыс, яғни екі ел арасындағы шайқасты мен көре алдым. Жақсы, тамаша, отыра келесі. Біз бұл суреттен қазақ жоңғар әскерлерінің шайқасып жатқанын көрдік. Сендер уже қазақ жоңғар әскерінің шайқасып жатқанын көрдіңдер, иә? Жарайды, жақсы, фантазияларың өте керемет екен. Жақсы. Ондай болатын болса, сол кезде бүгінгі біздің жаңағы сабағымыздың тақырыбы ол не болып есептелінеді? Яғни қазақ жоңғар қатынасы, яғни Орбұлақ шайқасы жайлы болады. Енді ондай болатын болса, қазір мынау шағын видеороликті көрейік. Осы видеороликті мұқият қарап отырыңдар. Себебі біз сендермен қазір, яғни мынау топ зерттеушілер болып жұмыс жасайды, зерттеушілер және мына топ ғалымдар болып жұмыс жасайсыңдар. Ғалымдар, яғни зерттеушілер тобы және ғалымдар тобы. Барлығыңыз видеороликті назар аударыңдар.
күшейе бастаған сияқты. Lekin осындай жағдайлар болып жатқанында жоғарыда айтқан 1663 жылы олар 50.000 әскерді бастап қазақ жеріне ене бастаған. 1643 жыл жоңғар монтажысы батырдың алай және тоқмақ қырғыздарын бірсыпыра қазақ ауылдарын шапқыншылық қарсылады. Ол адамды тұтқынға алған туралы хан ордасы Түркістанға хабар еді. Хабар кешенгендіктен көп қол жинауға үлгермеген жәңгір жауды өгей тұрамын деп жорыққа шықты. Бар жоғы 600 сарбаз керек. Жөнделіп келе жатқан жоңғар 50.000 шамасында. Шайқаста аттан алдында жәңгір Самарқандағы одақтасы жалған төстен көмек сұраған болар. Қалай қарасаң, біз үшін ана өлімге бар. Күшті емес, қару-жараққа сай емес. Бірақ біз айтқан ретінде бұл шайқаста жәңгірдің мерейі үстемді. Сонымен жәңгір қалай жеңді? Алдымен ұрыс жүргізуге ыңғайлы орын ретінде ордыншылар деп аталатын тау арасын таңдап алды. Сосын 3 шақырымды жерге созылған Қараөзекті қуалай сарбаздары жасағынан ортасында. Алдыңғы жағы биік, артқы жағы терек сайдан жау алақандағыдай көрінді. Бәлкім мылтықпен қаруланған 300 адамды жәңгір осы ордың ішінде бекініп қойды. Қалған екінші жартысы жоңғарлар орға жеткенше таудың арғы бетіне жасырынған. Оның ойлағаны болды. Батыр ондайша ор бекінісіне шабуыл жасағаны сол секілді, жәңгір жауы сыртына лап қойып, мылтықпен садаққа. Сол кезде жаңағы салған жәңгір ғалымдарында есептеген кез келген лақтырылған болған тас, кез келген садақ, кез келген лақтырылған найза жаудың қолынан өткен. Міне осыны салған жәңгір жер жағдайында өзінің әскерінің орналасуын пайдаланып, окоптардың жағдайын дұрыс пайдаланып, керемет қолбасшылық бұйырды. Расында жәңгір қасында екі сиырды, екі батыр деген шапашқа қарсай, арғын ағындай, алшын жиебет, қаңғылы сарқоп, найман кексерек, дулат жансолы, суан етін секілді батырлар екі шқамлар. Әр шамасы орыстан алдырған өлкедің ұлттармен бүгін қабылдырған. Ал адам саны егер аз болып береді, ең жақсы болжамды тарихшы кешіреді. Жәңгір оларды қалай пайдаланып келетінін білді. Расында арқадан қойылған мақсатын іске асуға тек қана керегін жасайды. Осылайша алғашқы шайқаста жоңғарлар жағынан 10.000 адам өлді. Қалған 40.000 қолдың екінші рет келіп ескерде Самарқаннан 20.000 қолмен жалаңтөс батыр көмекке келіп көрді. Нәтижесінде жоңғарлар жеңілді. Біз білетін орынбұлақ шайқасының онда қолдан
видеоролик тамашаладыңдар. Енді қазір біз сендермен осы видеоролик бойынша, яғни бейнеролик бойынша біз сендермен сабағымыздың мақсатын қойып алайық, иә? Енді бағанағы мынау тақтада көріп отырған суретте біз сендер бағана Мағжан өте жақсы айтты, және мына топта Рамазан өте жақсы айтты. Яғни жағы таудың жанында Қазақ жоңғар жағы несі соқтығыстың басталар кезеңі деп айтты. Ал енді сол кезде бүгінгі бейнероликті көре отырып, яғни бүгінгі біздің сабағымызға назар аударыңдар мақсатына. Яғни көшпелілердің әскери өнер жетістіктерін сипаттаймыз бүгінгі сабағымызда, және Орбұлақ шайқасында қазақ жасағының әскери өнеріндегі шеберлігі мен ерлігін естиміз, баға беруге тырысамыз. Міне бұл бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты болып есептелінеді. Енді қазір осы бейнероликтің жағы бойынша жұмыс жасамастан бұрын біршама кіріспе айтып өтейік. Яғни 17 ғасырдың басында қазақ хандығы қандай жағдайда орын алды, бағана жағы видеороликте көріп отырсыңдар. Яғни Есім хан қайтыс болғаннан кейінгі мынау тірек сөзде, яғни осы Есім қайтыс болғаннан кейінгі мына жағдай. Яғни бұл жердегі жоңғар шапқыншылығының күшеюінің ең бірінші, яғни себебі ол ненің болуы? Тұрақсыздықтың болуы. Яғни тұрақсыздық деген қатарына бізге не жатады? Және одан бөлек тағы, тұрақсыздықтан бөлек тағы, одан кейін кімдердің арасындағы байланысын үзілу және терроризм. Осы жағы оқиғалардың барлығы бұл кімдердің шапқыншылығының күшеюіне алып келді. Ал енді қазір мына видеороликті көре отырып, сендер Салқам Жәңгір деген тұлғамен таныс болдыңдар. Яғни Салқам Жәңгір дегеніміз бұл жалпы кім болып табылады? Осы сұраққа жауап берейік. Бұл енді бағана айттық, мынау алдарында жағы қазақ хандары тізбегі берілген, осы тізбектің ішінде, яғни жағы Есім, міне Есімнің бас аяғы 3 баласы болады. Соның яғни екіншісі бұл кім болып есептеледі? Салқам Жәңгір болып есептеледі. Яғни біріншісі ол Жәнібек болып табылатын болса, екіншісі ол Салқам Жәңгір хан. Салқам Жәңгір ханның шын есімі тарихта Жақсы хан деген атпен немізге белгілі екен. Жақсы, енді қазір ары қарай біз сендермен енді мынау немен қазір екі топқа бөлдік қой, ғалымдар және зерттеушілер болып. Осы ғалымдар және зерттеушілер бойынша мен топқа тапсырма бермеуді, топқа жазбасындар болады. Ғалымдар тобы сендер Салқам Жәңгірдің билігі тұсында қазақ хандығы қандай болды? Міне осы сұраққа жауап бересіңдер. Ал зерттеушілер тобы сендер Орбұлақ шайқасында қазақ сарбаздарын жеңіске жету себептерін анықтаңыздар. Міне осы сұраққа не істейсіздер, жауап бересіңдер. Ол үшін сендер алдарына ресурстарың бар. Сол ресурстарды пайдалана отырып, яғни постермен жұмыс жасай отырып, осы бірінші мәтінмен бір танысып алыңдар. Мәтінмен танысып болғаннан кейін сендер жағын естейсіңдер. Мәтінмен танысып болғаннан кейін сендер осы постермен жұмыс жасайсыңдар. Қазір алдарына берген ресурстарды жылдам таныса қойыңдар. Алдардан берген ресурсты тиімді пайдалана қойыңдар. Уақытпен жұмыс жасайық балалар, уақытты тиімді пайдаланайық.
уақыт тиімді пайдаланайық. 6 ережедегі уақыт тиімді пайдаланайық. Жақсы. 1-2 топ аяқтады. Келгіле берді балалар. Келгіле. Жақсы, 1-ші топ сіздер көреміз. Жақсы, шауыңыз. Жақсы, ондай болатын болса, бірінші сөз кезегі бірінші бірген топқа беріледі, яғни Орбұлақ шайқасын қазақ сарбаздарының жеңіске жету себептерін отырып әзірге отырып. Жету себептерін анықтаңыздар, басарыңыздар. Біз зерттеушілер тобымыз бізге берген тапсырма Орбұлақ шайқасындағы қазақ жауынгерлерінің жеңіске жету себептері. Бірінші себебі әскер таңдауы жерден қылуы, қазақ жасақтарының қолбасшыларының әскери өнердегі шеберлігі. Екінші себебі соғыс қимылдарына байланысты дұрыс тактикалық әдістерді таңдай білуі. Үшінші себебі ұрыс барысындағы қазақ жауынгерлерінің жанқиярлық ерлігі мен отаншылдығы. Төртінші себебі Жәңгір хан жер жағдайын пайдалана отырып 600 атты әскермен жау қолына тосқауыл қоюы. Яғни Орбұлақ шайқасынан қазақ сарбаздарының жеңіске жету себептері осы деп ойлайсыңдар, иә? Жақсы, тағы да алып қосарларың бар ма? Топ. Тағы да немесе қарсы топ алып қосарларың бар ма? Алып қосар жоқ. Жақсы, келсеңіздер барлығына, иә? Тамаша. Келесі екінші топшыға ойындар, бірінші топшыға ойындар. Сіздерге берген тапсырма Салқам Жәңгірдің билігі тұсындағы қазақ хандығы қандай болды? Салқам Жәңгірдің билігі тұсында қазақ қоғамы өте зор беделге ие болды. Салқам Жәңгір тұсында Жәңгір хан белсенді қайраткер ретінде көрінді және қазақ хандығы Бұхара хандығы мен Шығыс Түркістандағы моғол билеушілерімен жақсы қарым-қатынасқа түсті. Жоңғарлармен болатын күресте моғолдармен одақтасып қатынасты олар нығайтты және олар моғол билеушілерімен елшілік алмасқанның мақсаты екі жақты сауда және экономикасын нығайту және қарым-қатынасты жандандыру еді. Жақсы, болған. Тағы да қосарлар бар ма? Қарсы топ. Келсесіңдер ме? Яғни Салқам Жәңгір тұсында шын мәнісінде қазақ хандығы осындай болды, немесе мен оған келіспеймін дейтіндер бар ма араларында? Ондай жоқ, 100% келісемін. Жақсы, отыра ғой. Енді балалар шағын мәліметке назар аудара қойыңдар. Енді біз бағана айттық, иә, бағанағы 17-ші ғасырдың басында Есім хан қайтыс болғаннан кейін қазақ ханның жағдайы қандай болды, оны қайта айтып беру керек жоқ, оны бағана жоғарыда айтып өттік. Ал енді Жәңгір хан тұсында қазақтар мен ойрат арасындағы қанша шайқас болған екен, бас аяқ тақтала берген шайқас болған. Яғни біріншісі Дәурен соғым ғой. Бірінші шайқас 1635 жыл болды. Жақсы. Екінші шайқас Рамазан. Екінші шайқас 1640 және 1644 жылдарында болды және үшінші шайқас Жаңғыз 1652 жылдар аралығында болған екен. Яғни мынау жаңағы қазақтар мен жоңғарлардың арасында Жәңгір ханның тұсында яғни 17-ші ғасырда осындай үш ірі не болған екен, шайқас болған. Осындай ең ірі шайқастардың ішіндегі бүгінгі санаулы тікелей қатысы бар, ол яғни екіншісі, яғни қандай шайқас ол? Жақсы. Енді бағана сіздер видеороликті көрдіңдер, иә? Енді осы видеоролик бойынша сіздерге мынандай бір сұрақтар шағын берсек, иә? Яғни қазақ әскерінің қолбасшысы кім болды? Батыр Қонтайшының әскерінің саны қанша болған? Орбұлақ қай жерде орналасқан? Қазақ сарбаздарының саны неге аз болды? Жәңгірді неге Салқам Жәңгір деп атаймыз? Орбұлақ шайқасында қазақ жасақтары тарапынан қандай ұтымды әскери тәсілдерді қолданды? Бағана видеороликте оны көрдіңдер, иә? Дальше, ағай, жеңіске жеткізген бірнеше себептерді атаңыз, оны бағана қосып тапсырма ретінде бердік, және жауапкершілік деген ұғымды қалай түсінесіңдер? Міне, осы сұрақтардың көлемінен қазір сіздер топтармен талқылай отырып, мүмкіндігінше барлық сұрақтарға жауап табуға тырысыңдар. Бастайық. Бұған сізге 2-3 минут беріледі. 2-3 минут.
Орбұлақ азап қай жерде орналасқан деген сұрағы нені? Бала, бір минутқа беріп Орбұлақ қай жерде орналасқан деген тапсырманы орындай отырып, сендер мен алдырған әрқайсысына жеке кесім карта беремін. Міне, осы кесім картаға осы орбұлақтың орналасқан жерін түсіресіңдер. Картаны ала қойыңдар. Картаны ала қойыңдар. Үшінші сұрақты балалар, яғни орбұлақ қай жерде орналасқан деген сұрақты қолдарына берілген кесім картаға түсіресіңдер. Бұл сұрақтардың барлығының жауабы ана видеороликте айтылған болады. Картаны ұмытпаймыз. Қай топ болды белгі бересіңдер. Жақсы, тамаша, екінші топ болды, бірінші топ. Жақсы, ондай болмаса балалар былай, кезекпен жауап
яғни қаншалықты дұрыс жауап? Бірінші топ бастайық. Қазақ әскерінің осы тыңдаймыз бәріміз қолдарына берген ресурстарды пайдалана отырып, яғни дерек көздерді пайдалана отырып, сіздер төмендегі сұрақтарға жауап бересіңдер. Ол бір тапсырма берілгеннен, одан кейін екіншіде бағанағы сабақтың басында көрсетілген бейнеролик, яғни осы жерде екі ресурсты пайдаланасыздар. Бірінші бейнеролик, екіншісі алдарынан берген ресурстар. Жақсы, ондай болса бірінші сұраққа бірінші топ жауап бере қойыңдар. Алдана Қазақ әскерінің қолбасшысы кім болды? Қазақ әскерінің қолбасшысы Жәңгір хан болды. келесі екінші топ. Батыр қонтайшының әскерінің саны қанша болды? Батыр қонтайшының Әскерінің саны 20.000. Тамаша. Келесі Орбұлақ қай жерде орналасқан? Так, Рамазан. Орбұлақ қай жерде орналасқан? Орбұлақ Жоңғар Алатауда орналасқан. Келесі үшінші топ. Қазақ сарбаздарының саны қанша болды? Себебі Жәңгір хан өз қол жинап жүрген. Саны неге аз болды деген кешінеді. Иә, жақсы. Келесі Жәңгірді неге біз Салқам Жәңгір деп атаймыз? Келесі топ. Так, Дәурен Мұстай. Оған шайқаста өзіне қарсы тұра алатын батыр табылмағандықтан оған Айбаттер, яғни Салқан деген атақ берілді. Яғни жоңғар шапқыншылығындағы көрсеткен ғажайып ерліктері үшін оған Салқам Жәңгір деген не берді? Тамаша. Келесі екінші топ жауап бере қойыңдар. Орбұлақ шайқасында қазақ жасағы тарапынан қандай ұтымды, яғни әскери тәсілдер қолданылды? Бағана видеороликте көрдік. Қандай ұтымды? Бірінші топ көмектесесіздер, болады қинасыз. Жәңгір хан ол жердің көмегімен, яғни жердің аз көлемді болғандықтан ұтты, жеңіске жетті. Қалай аз көлемді болғандықтан жеңіске жетті? Орбұлақ шайқасы екі жерде болды. Ол біріншісі жаңа айтып өткен таулардың арасында және де ашық алаңда болды. Жарайды ғой, енді бұл сұрақтан қандай ұтымды әскери тәсілдер қолданды? Оспан қазып соғысу тәсілі қолданды. Дұрыс, яғни ор қазып соғысу тәсілі себебі ор қазған кезде бағана видеороликте айтты ғой, келген жаудың қай жерге келе жатқандығы туралы алақанның бетінде сияқты көрінетін неге жетті, дәрежеге жетті. Ол бір тағы қандай тиімді Нұргелді? 600 әскерін екіге бөлді, 300 қалды. Яғни 600 әскерін екіге бөлінуі. Жарайды, тағы да Нұрай. Тағы қандай ұтымды әскери тәсілдер? Жәңгір хан Жалаңтөс батырдан көмек сұрап үлгерді. Жарайды, көмек сұрап үлгерсін, ол да жарайды, тиімді тәсіл деп ойласыңдар. Жәңгір хан бірінші соғысқа шықпай тұрып, ол өзінің қарсыластарын зерттеп алды. Жақсы, тағы да Екі жақтарын тап беруі. екі жақта болғанда, яғни бағанағы ор бар ғой, сол ордан жауларын кетіп барып кезде үстілерінен жаңа не жаудыруы, тас оғын естеуі жаудыруы болып есептеледі екен. Жақсы. Келесі, арғай, оқи беріңізші. Жеңіске жеткен бірнеше себептерді ата. Жеңіске жеткен бірнеше себептерді ата. Бірінші себебі ол Самарқанттағы Жалаңтөс батырдан, Тянь-Шаньдағы қырғыздардан көмек сұрауы. Олар көмекке келуі. Тек қана осы көмекке келген кезде ғана олар жеңіске жетті ма? Және де әскери тактиканы дұрыс пайдалану нәтижесінде ол бағана айтты ғой, сол жаулардың алақандағыдай болып көрінетін жердегі жаулардың жүріп өтуі осы кездің өзінде бағана ғалым айтты, яғни 11 мыңнан астам жоңғар әскері көз жұмды деп айтты. Яғни бір ғана көмек келуге дейінгі Жәңгір ханның жан жеткізген бұл не болып табылады? Жетістігі болып табылады. Жақсы. Келесі, жанкештілік дегенді оны қалай түсінесіңдер дейді? Жанкештілік. Менің ойымша, жанкештілік ол өз отаны үшін соңғы демі қалған жоқ. Жақсы, яғни соңғы демі, ерліктің ойы бойынша жанкештілік дегеніміз бұл соңғы демі қалғанша өзінің отанына не болу, сүйіну және адал болу екен. Жақсы. Енді балар кітап не деген? Презентация назар аудара қойыңдар, мінекей мынау. Жәңгір хан Орбұлақ шайқасы өткен аймақтың қазақ сарбаздары төменде қойылған ескерткіші. Міне, осы ескерткіште балалар, осы Орбұлақ шайқасында өзінің ерлігімен көзге түскен батырлардың барлығының аттары қашалып жазылған екен. Енді осы кезде мынандай бір сұрақтар туындайды. Сіздің пікіріңіз қандай? Пікірлерін білдіре отырыңдар. Қазақ сарбаздарының есімін есерте жазылу қажет па еді? Оның маңызы қандай? Елбасы сөз ескерткіш тас арасында қандай байланыс көрді? Және байланыс болса, ол қандай? Міне, мына екі сұраққа жауап бере қойыңдаршы. Қазақ сарбаздарының есімін есерте жазылу қажет па еді? Және оның маңызы қандай?
қазақ сарбаздарын сол тасқа өздерінің аттары жазылу керек, Деп ойлаймын. себебі олардан кейінгі өздерінің ұрпақтары осы Орбұлақ шайқасында қалай отан үшін жанын берді естіген. Жақсы, тамаша. Бірінші топ сіздер не дейсіңдер? Бірінші топ. Мүмкін өздеріне айтарлар бар шығар. Қазақ сарбаздары мінекей мына ескерткішке қарай қойыңдаршы, мына ескерткіш, бұл арнайы Орбұлақ шайқасы өткен аймаққа арнайы осындай жағы тас ескерткіш орналастырып, оған қазақ батырларының есімі жағы қашалып жазылған. Енді сұрақ мынандай, сіздің пікіріңіз, осы тасқа, осы Орбұлақ шайқасында ерлік көрсеткен батырлардың есімі жазылуы қажет па, Рамазан? Менің ойымша есімі жазылуы қажет. Осындай жерді қиын еңбекпен алып келген, осы кейінгі ұрпақ түсінсін деп ойлаймын. Яғни біз былайша тәуелсіздігіміз, тәуелсіздігіміз біздің жағы тәуелсіздігімізді сақтап келген ата-бабаларымызды кейінгі ұрпаққа қалдыру мақсатында олар өздерінің жан құрбан екендігі туралы міне осы себепті жазу қажет деп ойлайсыңдар. Жақсы. Тағы да айтарларың бар ма? Так, Азиза. 600 атты әскермен 50 мың атты әскерге қарсы тұру әрине қиын. Найзаның ұшымен, білектің күшімен келген Бұл жеңіс екендігін білдіргісі келеді. Жақсы. Тамаша. Келесі тапсырма ретінде мен карта берген болатынмын. Барлығымыз картамызға қараймыз. Қазір енді бағана Орбұлақтың қай жерде орналасқанын сіздер айтып өттіңдер. Ал енді бір-бірлеріне беріңдер да, бір-бірлеріне бере қойыңдар карталарды, сөйтіп тексеріп шығыңдар. Яғни картада Орбұлақ шайқасы, мінекей, Орбұлақ шайқасы, мына 1643. Бәріміз қараймыз, Орбұлақ шайқасының өткен жері. Бір-бірлеріне тексеріп шығыңдар балалар. Қаншалықты дұрыс белгіленген, сыныптастарымды тексеріп шығыңдар, қаншалықты дұрыс белгіленген. Орбұлақ шайқасы қаншалықты дұрыс белгіленген. Көп шығыңдар, бір-бірлеріне тексеріп шығыңдар. Тексеріп шықтық па? Барлығы дұрыс па екен? Қателер жоқ қой? Жақсы. Енді сонымен, одай болатын болса, сендерге мен жағы кері байланыс алайын, үй тапсырмасын берейін. Яғни сендер үйде Орбұлақ шайқасын Термопиль шайқасымен салыстыра отырып шағын эссе жазу, немесе Орбұлақ шайқасының шағын макетін дайындау. Сол себепті мына Термопиль шайқасы дегеніміз бұл 300 спартанцтардың шайқасы. Яғни бұл өздері бен диаграммасы түрінде орындастырар болады. Енді немесе эссе түрінде орындастырар болады. Яғни үйге тапсырмалы ала қойасыздар, Орбұлақ шайқасы мен Термопиль шайқасын салыстырып ортақ нәрсесін табасыңдар, немесе 56 сөзден тұратын шағын не жазып береміз, эссе жазып береміз. Жақсы. Енді ондай болатын болса, алдарына берілген стикерге сендер мынандай сұрақтарға жауап жаза қойыңдар. Бүгінгі сабақтың сіздерге ұнаған жағымды әсері қандай болды? Сіздерге түсініксіз жағымсыз әсері қандай болды? Және білуге қызықтыратын мәселе туралы ұсыныстар мен сұрақтар. Жылдан бұған бір бет беріледі. Оларына берген қағазды жаза қойыңдар. Міне осы 3 сұраққа жаза қойыңдар. Жазыңдар. Рефлексия. Сіздерге ұнаған жағымды әсері. Сіздерге ұнаған жағымды әсері. Сіздерге түсініксіз жағымсыз әсері. Білуге қызықтыратын мәселе туралы ұсыныстар мен сұрақтар. Жас президент топ басшыларына жинап бере қойыңдар рефлексияны. Топ басшыларына жинап бере қойыңдар. Балалар жылдарға. Топ басшыларына жинап бере қойыңдар. Топ басшы маған келесің.